Мен актер мамандығын таңдадым. Актер мамандығы өте керемет мамандық деп ойлаймын. Қазіргі кезде актриса болу жанкүйердің арманы деп ойлаймын. Мен өз еліме қызмет етемін. Мен өз елім үшін курстарға барамын. Өте мамандық таңдау қажет. Мысалы, мамандық түрлері осындай 5 түрге бөлінеді: кәсіп, еңбек көзі, қызығушылық, шығармашылық, сүйікті іс деген. Адам өз мамандық таңдаған кезде өзін сүйіп мамандығы болу керек. Өйткені кейін адам сол жұмысқа сүйсініп барлық құштарлығымен бірге өзінің жұмысын жақсы атқарады дейді. Қазіргі заманда дәрігер мамандығы өте сұранысқа ие. Қай заманда болмасын, дәрігер мамандығы өте маңызды. Онда білімнің міндетті түрде болуы керек, және дәрігер адамның өмірін құтқару үшін өз күш-жігерін салады. Дәрігер мамандығы өте көп салалы түрлерге бөлінеді. Мысалы, стоматолог және тіс дәрігерлері, педиатр, терапевт, әртүрлі түрлерге бөлінеді. Өрт сөндіру мамандығы өте қауіпті мамандықтардың бірі. Бұл мамандықта төтенше жағдайларға дайын болу қажет әрдайым.